Ё-моё, мындай да бола ма не? Базары жоқ. Мынаны дұрыстап тұрып көру керек қой. В общем, былай болды ғой. Таң атпай ертемен тұрып алдым да, машина базарына қарай тарттым. Неге дейсіз бе? Өйткені бүгін машина базарына барып, сіздерге қандай машина бар екенін көрсетуім керек болды. Содан не керек? Ешқандай машина әлі келмеген екен. Дронды ұшырып, жоғарыдан қарап тұр едім бір кезде. Машиналар топырлап келе қалды. Қызықтың бәрі содан кейін басталды ғой. Ассалаумағалейкум. Бұл Атырау қаласындағы шығыс базары. Бұл жерге адамдар автокөліктерін сатуға келеді. Ал мен болсам бүгін сол көліктердің бағаларын сіздерге таныстыратын боламын. Ал сіздер болсаңыздар, маған қолдау білдіріп, арнама тіркеліп, қасында тұрған қоңыраушаны басып, лайк басып, комментарий жазып, осылай қолдау білдірсеңіздер жеткілікті. Бүгін желтоқсан айының 25-і біздер Атыраудағы шығыс базарындамыз, яғни автобазар. Бұйырса қазір машиналар жиналады. Бүгін машинаға арнап блог түсіретін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Так, әлі жиналған жоқ, жайлап бастап жиналып жатыр. Мына жаққа далада сыртта тұратын машиналар келеді қазір. Мына жер толып тұрады осылай. Және іште де болады. Біздер бүгін бірінші іштен, сосын сырттан бастап қарайтын боламыз. Mitsubishi Galant, қазақ учет, дөңгелектері қысқы, жалпы иесін айту бойынша бұның да состояниесі мықты, ешқандай вложение керек емес, түп дөңгелегі дейтін, қысқа дейтін, готовый деп тұр. Сыртқы жағдай жақсы. Артқы салондары алдыңғы проекттері, іштері енді жылтырап тұр. Егер өтіп кетпеген болса, тез хабарласып алып үлгеріңіздер. Хозяиннан номерін сұраймыз. Баға қанша дедіңіз аға? 1.600. Саудасы болады ғой да? Номер айтып кетсеңіз. 876 305 0580 да? Жақсы, рахмет. Ал өтіп кетпеген болса, хабарласып алып қалыңыздар, қазақ учет. Так, кезекті көлік бізде орыс учет 14-тік. Иесін айту бойынша жағдай жақсы, ешқандай вложение керек емес. Жалпы саудасы бар дейді. Қазір бағасын өзінен сұрайтын боламыз. Дөңгелектері қысқы, шөпемен тұр. Так, ауыстыратын жерлерін ауыстырған, ремонттан шыққан. Смело тек отырасыз, кетесіз. Осындай кішкене жақтар, осындай кішкене шіріктері бар екен. Так, міне тап-таза қызып тұр, ешқандай артық дыбыс жоқ. Брат, пробег қанша? 29. Номер айтып жібересіз бе? Мұнда жазамыз ба? Өзіңіздің номерді айтып жібересіз. Телефон 877 396 77 33-та. Все, рахмет. Қанша деп тұрсыз? Негізі бағасы? Миллион қанша дедіңіз? 1.300. Все, рахмет. Негізі бағасы 1.300. Так, бізде келесі кезекте орыс учет 10-ка. Дөңгелектері қысқа дайын. Зимний покрышка, шипемен. 16 клапан.
қараңыздар. Жұмыс жасау жақсы машинаның. Ассалаумағалейкум. Қалайсыздар? Қанша тұрады саған? Миллион 200 2010 жылға да. Номер айтып жібересіз? 802 747 Ой, 778 690 690 4493-те. Саудасы бар ғой негізі. Болатын жері миллион 200. Пробег неше? Пробег 186. Аха, жақсы. Ал, хабарласып алып қалыңыздар. Одан кейін бізде 14-тік 14. Бұда орсы учет, қысқы дөңгелек. Бұда Priora'ның моторымен екен. 16 клапан дейді. Жалпы бағасы 800-ге берем дейді. Саудасы бар дейді, егер келіп сөйлесетін болсаңыздар. Жақсы бағаға беріп жібере аламын дейді. Номер айтып жібересіз бе? Сіздің өзіңіз телефон номеріңіз? 878 570 00 03-те. Пробегіңіз неше болып тұр? 201-те. Аха, жақсы, рахмет. Так, кезекте бізде Lada Granta, орсы учет, дөңгелектері қысқы, 4 дөңгелегі шипімен тұр. Ешқандай вложение керек емес. Бәрі идеальный дейді. Жұмыс жасау да жақсы. Жылы 2019. $2 600-ге берем дейді. Жалпы саудасы бар екен. Салонлары. Номер айтып жібере қойыңыз, брат. Өзіңіздің телефон номер. 878 358 2000-да. 2 600 дедіңіз ғой да? Хорошо. Кондер бәрі бар. Состояние идеальное дейді. Так, кезекте бізде 320-лық газель. Қазақ учет. Саудасы бар дейді. Бағасы 4 700 000. Егер алатын болсаңыздар, саудаласуға болады дейді. Иесінің айтуы бойынша состояниесі жақсы, ешқандай вложение салмай-ақ айдап жүре беруге болады екен. Бастысы қазақ учет. Өзіміздікі дейсің ғой. Ішкі салон осындай. Оликтері де жақсы. Газ бар ма? Бар. Газ бензинді. Номер айтып жібересіз бе? Өзіңіздің телефон 802 525 55-38-да. Ешқандай вложение ештен кереміз қой. Отырасың, кетесің.
Болик. Все жақсы, рахмет. Сатсаң есі отырасың, кетесің. Так, бұл Део. Қандай Део екенін қазір сұрайтын боламыз. Шынымды айтсам, бірінші рет көріп тұрмын бұндай Деоны. 2002. Бағасы 3 миллион да. Қарайтын жер тек мына не? Электрический частен кондиционер жасамай тұр. Электрический частен онда да. Мен просто қаратқан жоқпын. Ана жүзінде тұрады. Так. Өзім алғаш көріп тұрмын. Део екен. Део Такума екен. Қазақ өтет. Дөңгелектері зимний. Салондары корейский машина екен. Бірақ шекен кәдімгідей. Тек қарайтын жері тоқ жағын қарап жүру керек екен кішкене. Телефон номеріңізді айтып жібересіз бе? Ана брат жазып алды жаңа. Сен ол номерді Жоқпын бөлік. 8778 162 162 0522. 0522. Саудасы болады ғой, иә? Ал егер мына машина өтіп кетпеген болса, срочно алып қалыңыздар. Жалпы жағдайы жақсы. Тек тоқ жағын кішкене қарап жүру керек екен. Қалған ешқандай проблема жоқ дейді. Так, Nissan Primera 96 жылғы состояниесі жақсы дейді, көлік иесінің айтуы бойынша. Бағасы 1.150.000. Қазақ өтет екен. Төрт дөңгелегі қысқа дайын, шелпемен тұр. Барлық жағдай жасалынып тұр дейді. Ешқандай вложение сұрамайды. Егер өтіп кетпеген болса, срочно хабарласыңыздар. Қазір номерім төменге жазып қоятын боламын. Салоны тап-таза екен. Артқы салоны. Жалпы қызуы жүрісі жақсы дейді. Ходовойлары бәрі жақсы дейді. Көліктің иесінің айтуы бойынша. Ал срочно алып қалыңыздар. Брат, номер айтып жібересіз ба? 778 735 8376 да? Так, бізде келесі Priora 1 жылы 2008 мотор 8 клапан. Так, бағасы 1.200.000 дейді. Жалпы қазайын айтуы бойынша ешқандай вложение керек емес. Вложение тек кузовқа керек екен. Осындай кішкене жарықтары бар екен. Жалпы жүрісі, мотор, коробкасы бәрі идеаль екен. Жүрісі бәрі жақсы дейді. Орыс учет, дөңгелектері зимний. Осындай. Так, кезекте бізде Лифан, қазақ учет, объем 1.3 бензинге дейтін
өте эконом машина жалпы. Состояниесі жақсы, жұмыс жасауы да жақсы. Көріп тұрғандарыңыздай дыбыс жоқ. Жалпы әйел адамдарға өте ыңғайлы машина. Бағасы 3 миллион 300 дейді. Егер келіп қарайтын болсаңыздар, саудасы болады дейді. Так. Ше. Ай, саланы. Проект неше? 90 мың. 90 мың пробегі бар екен. Жалпы состояниесі жақсы. Екінші келіп қарап. Бұл машина қаяқта болады негізі? 12 ғой да бұл да? 14 па? 14 екен. Ал өтіп кетпеген болса, хабарласып алып болыңдар. Телефон номерін айтып жібере қойшы сен? 778 244 88. Ага, все хорошо. Рахмет. Ал. Тут Титан. Зимняя покрышка. Кезекті Ланс. Орыс учет. Объем неше болады? 1.5. Қысқы дөңгелек. Так, артында осындай шамалы ұрылған жері бар. Жалпы иесінің айтуы бойынша состояниесі жақсы дейді. Мына пассажир жақ крылосы ауысқан екен. Ішін көрсетейік. Так, ішкі салон осындай. Так, пробег 234. Так, жақсы. Капот ашып жібересіз ба? Капот қарап жіберейік. Так, бағасы? Бағасы 700. Бағасы 700 мың да. Егер саудасы болады да, қарайтын адам болатын болса, Алатын адам болса, иә. алатын адам болатын болса, саудасы болады дейді. Номеріңізді айтып жіберсеңіз? 775 875 571 571 0887. 0887. Так, машина қалада болады ғой да? Қалада. Қаладан келіп қараса болады. Ал әлі өтпеген болса, келіп хабарласып алсаңыздар болады десе. Так, кезекте бізде Лада Гранта 2013 жылғы дөңгелектері қысқы, зимний, состояниесі жақсы екен. Хозяин айтуы бойынша артында кішкене соғылғандар бар екен ол жерде. Ол бірақ жүрісіне ешқандай кедергі келтірмейді дейді. Кішкене жарылғандары бар екен. Окончательный бағасы 1,5 миллион екен. Негізі 1,600,000-ге шығарып тұр, 1,5 миллионға түсем дейді. Так, номері 878 480 2570. Газ, бензин екен. Простой. С кондером бар ғой. Кондермен ба? Ол қаншаға кетті? 1,400,000. Жақсы кетіп қойған ғой. Так, егер әлі өтпеген болса, хабарласып алып қалыңыздар. Жалпы базарда осындай тіршіліктер. Так, мынаны. Так, салон бір қарап жіберейін. Так, салон таза. Жалпы таза екен. Арт жақ салон қарап жіберейік. Жалпы жақсы.
Все, жақсы, рахмет брат. Так, кезекті Лада Калина 2014 жылғы 16 клапан, дөңгелектері қысқы. Міне жақта да ұрылғандар бар, ұрылған жері шірік жерлері бар екен. Так, бастысы қазақ өтет. Сынай жерлер бар екен. Салон сындай. Калина 2. Берінде кішкене осындай түскен екен да. Так, бағасы қанша? 2.200.000. Саудасы бар ғой жалпы да, келіп қарайтын адамдарға. Қалада жүре машина? Қалада жүр. Номер айтып жібересіз бе? Телефон номеріңіз? 878 159 73 24. Жақсы, рахмет. Приора бар, несі бар ғой да? Кондер бар ғой да? Кондер бар. Кондер бар ғой. Кімге барады? Хорошо. Так, кезекті бізде десятка. Орс учет. Титан дискісімен. Все сезонка. Иесін айту бойынша ұрылмаған, соғылмаған, краскіленбеген дейді. Документтері бәрі жақсы. Документтерінде ешқандай проблема жоқ дейді. Жалпы астында бірде-бір шірік жоқ екен. Асты ешқандай жасалмаған дейді. Ешқандай шірік жоқ екен астында. Салон осындай. Пробег 125 мың. Бәрі заводской екен. Алдыңғы екі есігінде шумка бар. Бағасы 1.450.000. 8 клапан. Ай жемейді. Ішіне положение керек емес екен. Бәрі идеал. Ал егер әлі өтпеген болса, хабарласып алып қалсаңыз болады. Жалпы сыртқы бет жақсы екен негізі енді. Алам деген адам болса қарауға болады. Жақсы екен негізі. Бағасын келісіп өздеріңіз аласыздар. Телефон номер айтып жіберсеңіздер. Ана хозяин кім, сіз ба? Телефон номер айтып жібер. Видеоға ма? Иә. Маған айта берші өзі. 8 7 5 875 875 880 76 76 94. 94. Все, рахмет. Багажда шығып па? Давай багажда көріп жүрейік. Қалай, стакандар қалай? Стакандар соғып қарайды болса. В общем, осындай. Все болды, нормально. Целый будет заводской ғой. Надо соғып қарайды. Вот, хорошо. Ал осындай смел дейді, келген адамға любой адам смел ашып көрсетемін дейді любой жерін. Қарап аласыздар енді.
Так, кезекті Лада Веста, Қазақ учет, газ, бензин, түсі қызыл, ешқандай вложение керек емес. Жылы 19. Так, зимняя покрышка. 17-лік летный бар да. Титан дискісі бар запаскаге. Бағасы 5 миллион 500. Газ, бензин ғой, а? Android, Mafon, Pride, Down, Lufer, В общем, бар жағдай жасалып тұр да, тек отырасың и кетесің. Отырасың, кетесің, ешқандай проблема жоқ. Бисмилля, ассалаумалейкум. Подогрев сиденья. Люкс қой бұл, иә? Люкс вариант па? Люкс қой да? Бәрі жасалған дейді. Мынау дейтін кәдімгідей. Былай істейсің, былай істейсің. Neon var aslında. Қайда? Төменде ма? Түнде жақсы көрінеді ғой негізі. Ал машина әлі өтпеген болса хабарласып алып қалсаңыздар болады. Қалада жүретін машина бұл, иә? Номеріңізді айтып жүрсеңіз, өзіңіз телефон номеріңіз. 301 344 0093. Все, рахмет. Ал әлі өтпеген болса хабарласып алып қалыңдар. Так, кезекте бізде 99. Ресей учеті. Документтері бәрі түгел дейді. Хозяинның айтуы бойынша состояние бәрі идеально. Ешқандай проблемасы жоқ. 4 дөңгелегі зимний. Так. Номері 801 466 5100. 1 миллион 50-ге шығарып қойған, негізі окончательно алатын адамдарға саудасы бар дейді. Клиенттің айтуы бойынша қашсаң жеткізбейді екенсің, қойсаң жетіп алады екенсің, 200% дайын дейді. Сатылымға 100% емес, 200% гарантия берем дейді. Так, осындай шіріктері бар екен, кішкене. Турки есігі ашылады. Так, ішкі салон осындай. Жалпы таза, поликтері бар екен. Ал хабарласып алып қалсаңыздар болады. Документі бәрі түгел. Бүгін бізде машина өте көп. Қазақ учет, орыс учеттар, неше түрі бар. Так, мына жерде Chevrolet Malibu тұр екен. Так, Chevrolet Malibu, Қазақ учет. Ассалаумалейкум. Қанша бағасы? 9. А? 9. Түсінбедім, 9 миллион да? 9 миллион да? Пробег? Так, пробег 85, Malibu 9 миллион. Қай жылғы бұл дейді? 19 жылғы екен. Chevrolet Malibu. Осындай иномарка сұрағандарға иномарка бар осындай. Иномарка алатын болсаңыздар болады. Қазақ учетімен осындай. Ал бағасын келіссеңіздер болады. Қазір номерін жазып кетеміз. Сұраймыз. Телефон номер. 494 Ага. 46 72. Ага. Все, спасибо. Так, еще осындай. Жалпы осындай. Кезекте Қазақ учет Лада Калина
Лада Калина бұл 2 ғой да, 1 ма? Мынау 2 да? Қай жылғы? 15 жылғы. 15 жылғы 14 декабрь. 14 декабрьінде шыққан да. Қандай вложение керек, не керек бұған? Вложение маған ешқандай не жоқ, уақыт үйік қой енді. Ручка нелері. Тек сыртқы нелерінде да? Былай особо удар алмаған. Коробка, мотор, ходовка бәрі идеальный ғой да? Идеальный. Кондер бар ма? Кондер бар. Кондер бар да? 16 клапан. Ремень ауысып тұр. Ремень ауысып тұр да? Борда не бар ғой да? ВМК бар ғой да? ВМК жоқ па? Дөңгелектері қысқы. Зимний покрышка. Тұрғанда құттай түйіп кетті, болды. Иә. Артына кішкене құттай соқып болған екен, шамалы. Бұл жалпы сыртқы состояниесі жақсы. Ручкасы жаман ол. Иә, российскийлер бәрі сондай ғой. Әйел адам айдаған машина екен. Жүріске бәріне жалпы жақсы екен. Коробка автомат. Пробег 87 мың. Көріп тұрсыздар. Так, телефон номеріңізді айтып жіберіңіз. Мотор түсіріп назық мотор. Капотты ашып моторын қарап жүрейік. Так, 16 клапан. Телефон номеріңізді айтып жібересіз ба? 8302, да? 600 45 74. Қалада жүрген машина ғой, иә? Хорошо. Бұйырса клиенттер хабарласады ғой сізге. Алла берсе, осы видео қарап. Ал егер әлі өтпеген болса, хабарласып алып кетіңіздер дейміз ғой. Бізде не бар тағы, не бар қарайды. Бұндай десятка бар. Орс, учет. Қаншаға? Миллион деп тұрмын. Беретін миллион да? Мына жерінде лавой кішкене жарығы бар. Так. Миллионға бер жерін дейді, саудасы бар екен. Жұмыс жасайтын. Машинаңыз бар ма? Так, Титан. 4 Титан диски. Так, ішкі салоны чехолдары кожный екен, алдыңғы. Жалпы жаман емес. Миллионға алып кетсеңіз болады. Телефон номер айтып жібересіз ба? 8775 875 890 890 86-84. 86-84, да? Хорошо. Бұйырса хабарласады. Астында шірік жоқ па? Астында шірік жоқ дейді. Идеально. Шумка бар. Шумка бар екен. Ал хабарласып алып қалсаңыздар болады. Мына жерде деп отыр. Бұны түсірдік. Кейбір машиналар видеоға түсірмей ақ қойды, өтініш жасағасын, кейбір машиналарды түсіре алмадық. Жалпы қарасаңыздар, иномарка сұрасаңыздар, иномарка бар. Российский десеңіздер, российский.
кез келген учетта машиналар бар. Так, кыргызстанский номерде Ipsun, Toyota Ipsun 3 миллион 700 сұрап тұр екен. Бір айналдырып түсір жіберейік. Егер Toyota Ipsun қарап жүргендер болса, сыртында осындай кішкене шпагілік ұшқан жерлері бар екен. Яғында кішкене шырып кеткен жерлері бар екен. Қарайтын болсаңыздар. Так, 2002 жылғы номері, бағасы бәрі осы. Хабарласып көрсеңіздер болады. Toyota Estima, орсучет. Дөңгелектері қысқа. Ассалаумалейкум. Қанша сұрапты саға? 5 миллион да? Окончательно. Жоқ, саудасы бар да. Қай жылғы бұл? 2008. 2008. Газ бар да? Газ жоқ. Газ жоқ па? Газ жоқ, бензинмен да. Қалай, коробка, моторлар қалай? Проблема жоқ та, бәрі нормально да. Қалада жүрген машина да? Номер айтып жіберсеңіз? 802 912 92 89 да? Жалпы жағдайы жақсы екен. Егер алатындар болса, хабарласып алсаңыздар болады. Есіктері бәрі четко жасап тұр. Артқы екі адамды картасында өзіңіз кнопкамен да. Осындай Toyota Estima қарағып жүрген болсаңыздар, осы анағы төменде көрсетілген номерге жазып хабарласып алып қалсаңыздар болады. Так, кезекте бізде Priora 2014 жылғы. Так, дөңгелектері қысқа дайын. Жалпы жағдайы жақсы дейді. Ешқандай вложение керек емес. Қазір қызып тұрған күйінде. Ешқандай дыбысы жоқ, артық бір шығып тұрған ешқандай дыбысы жоқ. Ешқандай проблема жоқ дейді. Бензин, лобойлары бәрі сау. Ешқандай жарық, қырық жоқ, ешқандай. Бастысы қазақ учет. Бағасы 3 миллион дейді. Егер келіп қарайтын адам болса, саудаласуға болады дейді. Так, есігі, так. Ешқандай жанып тұр екен, пеш дейтін кәдімгідей. Іші Ташкент болады. Пеші жандырып тұр. Телефон номер айтып жіберсеңіз? 801 320 1200. Ешқандай вложение ештеңе керек емес та. Отырасың, кетесің. Все, рахмет. Ешқандай вложение керек емес екен бұл машинаға. Так, кезекте біздерде. Так, бүгін ескертіп кететін желтоқсан айының 25-і. Желтоқсан 25-і свежий. Видео отырып қарай берсеңіздер болады. Күн салқында базарға келіп жүрмек. Видео отырып, YouTube-та ашып қойып, біздің каналды қарап, кішкене лайк басып, қолдау көрсетіп қойыңыздар. Сіздер лайк басып, қолдау көрсетіп, каналға тіркелсеңіздер, біздер бұдан да кішкене сапалы қалып түсіреміз, алла бұйырса.
Құрметті достар, тап осы жерден видеоны тоқтатып, YouTube арнамызға тіркеліп, қасындағы қоңыраушаны басып кетсеңіздер жақсы болар еді. Так, қандай машиналар бар екен? Так, Kia 2014. Sırt mı? Kia Cerato. Қысқа дөңгелек. Қазақ учет. 2014 жылғы газ бензин. Бағасы 6 миллион 800 екен. Қазір жоқ, бірақ қазір өзінен сұрауға. Ал иномарка қарайын дейтіндеріңіз болса, иномарка. Номерін қалдырып кетейін десем, қазір көрінбейді айналада. Так, Opel Astra сары номерде 2002 жылғы 4 дөңгелегі зимний, состояниесі жақсы дейді. Иесінің өзінің айтуы бойынша состояниесі бәрі жақсы, проблема жоқ. Так, лобовойында трещина бар екен, жарық бар екен, осындай сызат бар екен. Жалпы көрінеді бүйтіп қарасаңыздар. 2 миллион 700 механика. Так, телефон номер айтып жіберіңізші. 708 708 807 807 30 30 00. 00, да? Так, жалпы осындай. Положение ештеңе керек емес дейді, отырасың и кетесің дейді бұл кісіде. Ал, егер отырып кететін Opel Astra іздеп жүрсеңіздер, хабарлассаңыздар болады, смело ғой. Мықты. Так, кезекті. Мына жерде бір Camry'ді бәрі қарап отыр екен. Camry'ді қарап жүрік. Ал Camry іздеп жүрген болсаңыздар, Toyota Camry. Армянский учет. Қанша деп тұр екен бұны? Қанша екен? 5-7. 5-7. Қай жылғы? 13-та? 10? 2013 жылғы Toyota Camry. Қараңыздар. Ешқандай артық дыбыс жоқ. Қазақтың машинасы деп айтады ғой. Так, ішін бір көріп жіберейік. Так, салоны тап-таза, іші жақсы екен жалпы. Сізде Camry бар. Хабарласып қосаңыздар болады. Camry sizdiki ма? Номер айтып жібересіз бе? 801 891 3195, да?
Ага, хорошо. Так. Я. Мана жазылған номерге хабарласып алып қалсаңыздар болады. Жақсы екен жалпы состояниеңіз. Мына жерде Renault Duster бар, Қазақ учет. Ассалаумағалейкум. Сатыла ма? Қай жылғы? 2014. Қанша сұрап тұрсыз? 6 сұрап тұрмын. 6 миллион да? Немен, прицепмен ба? Прицепмен полный комплект 6 миллион. Ешқандай не жоқ қой да, вложение ешқандай керек емес. Отырасың кетесің да. Так, номер айтып жіберіңізші. Телефон номеріңізді айтып жіберіңіз. 702 606 34 пробег қандай? 182. Рахмет. 182 пробег. Так, осы прицепмен бірге қосып беремін дейді. Прицеп документімен, как положено. Асылай хабарласып алсаңыздар болады. Манағы төменге қазір номерін жазып қойдым. Осы номерге хабарласып білсеңіздер болады. Так, кезекте бізде Honda қырғыз учет. Объемы 2. Бағасы 4 миллион. Срочный баға. Миллион срочный баға беріп жіберем дейді. Алатындар болса, срочный алып кетем дейтіндер болса 4 миллионға смел беріп жіберем дейді. Ешқандай вложение керек емес. Келіп алып кетсеңіздер болады. Эко режим бар, объем байланысты, бензин, ешқандай көп расход болмайды екен. Қаланың ішіне эко режим дегенді қосып қойсаңдар, смело жүресің дейді. Манағы осы көліктің хозяинның айтуы бойынша ал хабарласып алып қалсаңыздар болады. Бұлай ешқандай вложение керек емес қой да? Ходовойында бар. Ходовойында кішкене бар да? Қарайтын жеріне байланысты бағасын келтіріп бересіз да? Номеріңізді айтып жібересіз, телефон? 802 364 67 34. Так, осы номерге хабарласып срочно алып қалыңыздар. Жақсы баға беріп тұр. Негізі бұлардың бағасы 4 миллион жарым. Көз сондай болады негізі. Жалпы состояние идеальный екен өзім. Қызығып тұрмын бір жағына. Бірақ енді қырғыз учет қарайсыздар ғой. Пробег неше? 160 да? 160. Ал бағасын келтіріп берем дейді. Ходовойында кішкене бар дейді, шамалы қарайтын, бағасын бәрін түсіріп берем дейді. Қарайтындар болса. Вот осындай. Документтері қалай екен? Бәрі нормально ғой, документтері бәрі да? Документтері бәрі нормально. Ал, хабарласыңдар осы номерге. Келесі бізде BMW тройка, 3 Қазақ учет. Егер BMW-ның жанкүйерлері болса, BMW машинасын жақсы көретіндер болса, смело хабарласыңдар. Так, объем неше дедіңіз? 3 қой да? Қай жылға?
94 жылғы. Бағасы 2-2 береді. Ешқандай не жоқ қой да, вложение ештеңе керек емес қой да. Егер хабарлассаңдар, манағы несі болады ғой да, саудасы болады, саудасы. Неңіз айтып жіберсеңіз, номеріңізді, телефон номер 8301 514 63 76. Осы номерге хабарласып жіберіңіздер. Так, мынау не ғой да, километр ғой да. Ал жақсы, рахмет. Ешқандай вложение керек емес дейді. Өртістер аты басын. БМВ-ның аты БМВ ғой. Хабарласып алып кетсеңіздер болады. Смело. Кожный салон. Опа. Истер ауыр екен кәдімгідей. Так, келесі бізде Ford орыс-учет. Ассалаумалейкум. Машина сіздікі ба? Қанша? 2 миллион 100 да? Саудасы бар, е? 2 миллион 100. Қай жылғы? Так, жылы бір 2000 шығар, е? Ой, 2000 болып қалу керек, хозяин жоқ екен. Жалпы шағын әйел адамға айдауға жүргізуге жалпы жақсы екен. Форд қарайтын болсаңыздар, болады осы номерге. Қазір номерін сұрап көрейін. Номері болса. Телефон номері бар ма, брат? Телефон номері бар ма? Бар. Айтып жібере қойыңыз. 875 981 981 75 60. 75 60. Так, осы номерге хабарласып, егер Форд қарайтын болсаңыздар, хабарласып жіберсеңіздер болады. Осы жерінде кішкене осындай краскілер бар. Шпагулев Күшқан деген сияқты. Ауылдық жерден келіп тұрған сияқты. Ауылдың шаңы дейтін бір құрап тұр. Так. Кезекте бізде 15-тік пятнашка орыс учет. Так, қазір бағасын сұрайтын боламыз. Бағасы қанша екен? Ассалаумалейкум. Қанша сұрапты саған? 1 200 да? Документтері қалай екен? СС-ПТС бәрі бар да, түгелді. Учетта бар ма? Учетта. Ол жаңа белгісіз да? Пробег неше? 277. Бағасы қанша дедіңіз? 1 миллион? Саудасы болады ғой да? Қарайтын жерлері бар ма? Мотор, коробка, ходовой. Тек отырасың, кетесің да? Зимний дөңгелегімен, как положено, да? 2 штук зимний керек, да? Телефон номер айтып жіберсеңіз. 877 488 45 93, да? Хорошо, рахмет. 593. Ал осы номерге хабарласып, 15 қарайым деп жүргендер болса, 15 қарап, әлі сатылымда бар болса, егер алып қалыңыздар. Жалпы состояниесі, сыртқы состояниесі жақсы екен. Негізі өзім былай қарап тұрмын ғой, көзбен. Былай жақсы состояниесі. 2 зимний керек екен, тек 2 зимний алып алатын болсаңыздар. Шауып тұрған машина. Хабарласып алып қалыңыздар. Кезекте бізде 99 қазақ учет. Титан хром дейтін беді.
Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Шүкір Аллах. Қай жылғы бұл? 2004. Қанша тапты саған? 950. 950. 950 мың саудасы болады ғой, да? Саудасы болады екен. Қазақ учет. Қарайтын жерлері бар ма? Қарайтын жерлері бар ма? Тек кузов болды, да? Бұлай коробканың есімде мотор қалай? Бәрі нормально, идеально, да? Ходовкалары идеально ма? Ходовкалары полный ауысқан, полный. Несіншей ауысқан, бұл амортизаторлар. Тек отырасында кете бересің дейсіз ба? Отырасында Вот, тек сыртында көзге көрінетін осындайлар бар. Шағын. Телефон номер айтып жүрін шаға? 801 138 99 92. Қарашы, рахмет. Осы айтылған номерге хабарласып алып алсаңыздар болады. Жалпы состояниесіне барлығына қарап өздеріңіз келісесіздер ғой енді. Жалпы қазіргі жастардың көбісін қызығатын машинасы шығар деп ойлаймын енді. Так. Кезекте бізде Лада Приора. Қазақ учет. Қазақ учетпен 903-дегі Лада Приора. Қазір бағасын бәрін сұрайтын боламыз. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Қай жылғы? 13. 2 ғой бұл, да? Приора. Так, қанша сұрап отырсыз? Баға жаспайды, 2,5. 2,5, да? Колесода 250 деп тұр. Так, саудасы болады дейсіз ғой. Коробка моторлар қалай, идеально ма? Астында шамалы шіріктері бар. Май жемейді, бәрі идеально, да? Так, номер анау ғой, 878 006 39 17. Хорошо, рахмет. Приорам бәрін несі сондай, осындай. Осы айтылған номерге хабарласып Приора қарап жүргендер болса, Приора қосаңыздар болады, смело. Ешқандай ғана проблема жоқ деп тұр. Кезекте бізде Mazda қарап жүргендер болса, российский учетта Mazda тройка бар. Бағасы қанша дедіңіз? 3,5 миллион саудасы бар. Бағасы 3,5 миллион саудасы бар дейді. Қандай вложение керек болған? Лавой да трещин бар. Лавой трещин болды, да, тек қана, да? Басқа жоқ. Жүруге ешқандай. Покрышкалар зимнийға қысқа зимний керек бар. Номер айтып жүресіз ба, телефон номеріңізді? 875 090 0620. Так, осы жазылған номерге хабарласып Mazda тройка қарап жүрген болсаңыздар, Mazda қызығушылықтарыңыз болса, келіп қарап алсаңыздар болады. 228 мың пробегімен, іші жалпы ыңғайлы шағын екен. Әйел адамға негізі коробка автомат ыңғайлы машина екен. Әйел адамдарға айта жүргісі өте ыңғайлы екен негізі. Арттары сындай. Рахмет аға. YouTube. Так, бізде Мерс қырғыз учет. Егер Мерс қызығушылар болса, Мерсқа қызығатындар болсаңыздар, Мерс қарасаңыздар да болады. Қазір қызып тұр, ешқандай дыбыс жоқ. Артық бір дыбыс ешқандай естіп тұрған жоқпын. Қазір хозяин өзінен сұрап жүреміз. Так, объем бәрін қайттан айтып жіберсеңіз. Объем 3,2, бағасы 4 миллион, да?
саудасы болады. Егер қарасаңыздар, зимний пакетчикалар бар ма? Тек летниймен тұр да, зимний керек болады да алға адауға. Так, телефон номеріңізді айтып жіберсеңіз. Ішкі салондары, коробка автомат. Ешқандай вложение керек емес екен. Қазір телефон номерін аламыз. Егер қарап Мерс қарап жүрген болсаңыздар, смело хабарлассаңыздар болады. Отырасың, кетесің дейді. Хозяинымыздың өте жоғары мүмкіндік бар. Ой, айтып жібере берсеңіз болады номерін. Болды. Номер былай айтып жібере беріңіз, жазып қоялым. 878 578 73 да. Все хорошо, хабарласамыз ала берсе. Так, осы жазылған номерге хабарласып Мерс алып қалсаңыздар болады. Кезекте бізде Nissan Maxima V6 объем 3. Максима қызығушылары болса, егерде Максима алатын болсаңыздар, іздеп жүрген болсаңыздар, осындай Максима бар. Жалпы сыртқы келбеті жақсы, удар болмаған дейді. Хозяин айту бойынша кішкене айнасында осындай жерлерінде қарайтын бар. Біз хозяин өзінен сұрап білеміз. Нақты бағасын біліп алайық. Бағасын айтып жібересіз ба? 2,5-ға бересіз, ә? Саудасы болады ғой, егер келіп қарайтын кісілер болса, я? Болады. Саудасы болады екен. Так, телефон номер айтып жібересіз ба? 878 906 1376. Коробка автомат, газ, бензин. Осы номерге хабарлассаңыздар болады. Так, кезекте бізде екінші Nissan Maxima бар қасында. Бұның бағасын біліп жіберейік. Ассалаумалейкум. Так, қанша сұрап тұсаға? Коробка автомат. Объем неше? Объем 2-3. Так, саудасы болады ғой да, егер де келісетіңіз. Телефон номеріңізді айтып жібересіз ба? 876 757 1333. Ешқандай вложение керек емес па да? Былай отырып кете бересің дейсіз ғой да? Отырасың, кетесің. Қалада жоқ да машина? Вот, хорошо, ала берсе хабарласамыз. Так, екінші қасында тұрған Максима. Мынадай орыс учет, барлығы түгел. Хабарлассаңыздар болады. Зимний дөңгелекте дайын тұрған машина. Ал отырасыздар, кетесіздер. Ешқандай проблемасы жоқ. Мына жерде Renault тұр екен. Хозяйны болса, хозяйны сұрайық, бар екен. Орыс учет. Ассалаумалейкум аға. Қалайсыз? Документтері қалай екен машинаның? Нормально. Қанша сұрап тұрсыз? 1,6 да. Ешқандай вложение керек емес па? Айдап отырып кете беруге болады да. Я сижу. Ешқандай вложение керек емес па деген? Левый сыртқа Водитель жағының гранатын ауыстыру керек. Басқа проблема жоқ да. Айдап кете берсе болады да. Саудасы болады ғой машинаның да. Объем қанша бары? 1,4 да. Бензинге эконом дейсіз ғой. Телефон номер айтып жібересіз ба? 878 215 4178. Хорошо. Так, осы айтылған номерге хабарласып, егер Renault қарайтын болсаңыздар, орыс учет, хабарласып осы номерге алсаңыздар болады. Ешқандай
проблемасы жоқ екен айтуы бойынша. Тек водитель жағындағы гранатты қарап ауыстырып жіберсе болады. Осындай жалпы. Так. Тағы қандай көліктер қарасақ екен? Бұл Малибуды бағана көрсеттік. Малибу. Бұлар ең бірінші Малибу баяғыда шыққан кезде өте арзан бағамен шығып еді негізі. Қазір бағалар одай қымбат. Так, бізде айта кететін Атырауда машина базар іште және сыртта болады. Ішке платный болады. Егер ішке келетін болсаңыздар ақша төлеп платный кіресіздер. Ал сыртқа болса бесплатно. Өзінің қарама қарсы бетінде де тұрады машиналар. Так, енді қазір қарама қарсы бетіне барамыз. Бұл бізде шығыс базары. Осындай. Осы базарға келсеңіздер, кіре берісте келе жатырғанда оң жағына қарасаңыздар, тоже бұлар сатылымда тұрған автокөліктер. Егер келіп қарайтын болсаңыздар, сыртта тұрған автокөліктерде бізде Nexia бар. Орыс учетта. Bir қарап жіберейік. Ассалаумалейкум. Қанша тұрады саған? 600. Ау? 600. 600 ба? Саудасы бар ғой да? Қарайтын адамға да? Қай жылғы бұл? 7. 2007 жылғы Nexia. Бұл Nexia Dons ғой да? Dons. Так, пробег неше? Пробегі 454. Так, қандай не бар? Вложение керек болған. Жоқ, наличие ғой. Люк, а? Жоқ, қарайтын жерлері бар ма? Мотор, коробка. Скоростан лак тұрады, и сцепление слабый. До конца В общем, сцепление слабый болып тұр, сосын екінші скоростан лақтып тұрып тұр да. Мотор қалай? Жақсы да, мотор нормально. Жақсы. Новый аккумулятор да. Давай, номер айтып жібер сен. 705 805 609 91 89. Все, хорошо, хабарласады бұйырса. Рахмет. Так, осы айтылған номерге хабарласып, егер арзан бағада кішкене Nexia қарап жүрген болсаңыздар, орыс учетта Nexia алсаңыздар болады. Так, қазір құжатын сұрайыншы. Документтері қалай? Документтер нормально да? СС, ПТС бәрі бар ғой да? Салон осындай, люк бар екен бұда. Все, хорошо. Так, осындай Nexia алсаңыздар болады енді. Арзан бағаға қарап жүрсеңіздер енді кішкене баға жағынан. Ал егер кішкене жаңа Nexia алам десеңіздер, осындай жаңа Nexialар бар. Новый Nexia алатын болсаңыздар. Ассалаумалейкум аға. Қалайсыздар? Қай жылғы бұл Nexia? 2010, бана новыйлау кішкене да. Қанша сұрап саған? 1.250 да? Ешқандай не жоқ па, проблема жоқ па да? Кондер жасай ма? Кондер бар ма? Кондер жасайды да? Новый мотор тұр ғой. Простой клапан. Простой да? Неше клапан сонда? 8 клапан ғой да.
бағасы сол да. Номер айтып жіберіңіз, телефон номеріңізді айтып жіберсеңіз. 878 120 020 0708 да. Хорошо. Саудасы болады ғой, если хабарласса да. Егер банағыдай новый Nexia қарайын десеңіздер, осындай новый Nexia бар. Ал енді арзан түрін қарайын десеңіздер, осындай Dons Nexia қарасаңыздар болады. Так, біздер базардың сыртында жүріп, бізде келесі көлікке яқта бағана көріп кетіп едік. Келесі көлікке мына жерде Приораны қараймыз. Приора қанша тұрапты саға? Ау? Сіздікі ме? Жалпы қанша деп тұр? Сұрамадыңыз ба бағасын? 1.900.000. 2.900.000-ға береді екен. 16 клапан Приора 1 хэтчбек қарайтын болсаңыздар, орыс учет документі қалай екен бұның? Хазайын бар ма екен? Сіз ба? Ассалаумағалейкум. Документтер қалай, жақсы ма екен? ПТС, СТС бәрі түгел. Учетте бар ғой, Бар болар енді. Бұл бұрын алдық. 1.900.000 ғой да? 950. 950 окончательно да? Жоқ, 1.800 керек. Бұлай саудасы бар дейсіз ғой енді да? Бұлай жүріске қалай? Мотор, коробка бәрі де. Отырасың, кетесің? Шипимен қысқа дайын да? Пеші бәрі жақсы. Кондер бар ма бұда? Бар. Кондер бар. Бір ғой да бұл? 2011 жылы. Так, телефон номер айтып жүріңіз. 702 802 359 359 3395. 3395. Жақсы. Салондарын түзеуші. Хорошо. Так, артқы салоны осындай. Приораның көбісінде астар шірік болады екен, негізі. Бұл да жақсы. Шандай. Негізі Приораның бәрін ауруы сол сияқты. Көбісі банағы астарында шірік болады. Бұл да жақсы екен. Жақсы қаралған. Арықтар жақсы. Пробег неше бұл да? 162 мың да. Так, қарасаңыздар болады, колесода да бар дейді. Так, Махамбетте жүретін машина екен. Атырауда да жүреді дейді. Есе банағы номерге хабарласып, Приора қарайтын болсаңыздар, хабарласаңыздар болады. Сыртқы вид жоқ. Бізде Лада. Так, 11 да? Лада 2004 жылғы орыс учет. Документтері бәрі түгел да? Бүткіл документ. Еще газ бензин. Газ бензинімен. Астында шірік жоқ қой, Асы бүтін. Тек көзіптарында кішкенелері бар. Енді олар жүріске ешқандай әсер етпейді енді. Капотта қандай не бар? Проблема бар ма? Мына несін айтыпсыз ғой да? Шпагулевкілері бар. Жүріске қалай машина? Құлсардан келіп тұрсыз ғой сіз, Құлсардан Атырауға келіп тұрған машина, жолға жүріп жүрген. Смел қайттан газ Құлсарға кетеді. Егер алатын болсаңыздар, Құлсардан іздеп тауып алуға болады. Жалпы тұр. Коробкасы бәрі идеально жасап тұр. Так, телефон номер айтып жіберіңіз. 878 145 0855. Так, осы номерге хабарласып алсаңыздар болады. Газбен жақсы жасап тұр да? Газде тұр да? Ал газ бензин ауылға, шаруашылыққа, жүріске алатын болсаңыздар, смело алсаңыздар болады. Үшін көрсетіп жіберейін. Пеш дейтін қайнап тұр. Пеш Ташкент. Жылып тұр. Қысқа дайын. Дөңгелектер қалай? Зимний бар ма? Төрт аяғында зимний да? Запаскасымен, как положено. Ал хабарлассаңыздар болады осы номерге, көрсетілген номерге. Так, мына жерде
УАЗиктер екен. Кезекті бізде Рено, Орс учет, Ренолд, Символ дейді. Символ. Орс учет. Так. Газды басып отыр, дауысы дейтін. Четко шығып тұр, ешқандай проблема жоқ. Артық тек сыртына дейтін. Кішкене вложение керек болады. Сырттарын жасап жіберсеңіз болады. Объем 1/4. Хозяин өзінен толық ақпарат білетін боламыз. Так. Қай жылғы айтып жіберсеңіз қайттан? 2004 жылғы. Так, қанша сұрап отырсыз? Миллион 150-ге егер келіп қарайтын болсаңыздар саудасы болады. Так, неше пробег жүрді? Пробег 254 екен. Так, пеш дейтін Ташкент болып тұр екен. Теш жақсы да? А? Сіз дейтін банағы нерден жақсы сияқты сіздікі дейтін. Бірақ енді сіз осы өзіңіз осында жүргесін сізге шамалы бұқтан банағы ана соның өзіне жандырып тұр ғой дейтін. Сыртта салқыннан келгесін ба? Может, қандай вложение керек болған? 2 подчинник керек. Пешін қарап жүру керек, да? Астында шеріп жоқ. Көзді жасаймын деп істеп қойған, онымен қыстыр. Иә. Бұлай енді нелері коробка бәрі, нелері идеальный, да? Пеші банағы Нексиядан келген дейтін, мынау пеш дейтін. Жақсы ғой. Иә. Жақсы. Так, телефон номер айтып жібересіз ба? 8702 968 0405. Біреуге жіберіп жатсың ба? Иә, сізге бұйырса алатын болса хабарласады осы номерге. Ал жақсы, рахмет. Так, алатын болсаңыздар, банағы номерге хабарласып, арзан баға алып қалсаңыздар болады. Негізі, бұл кісінің айтуы бойынша 950 мыңға дейін түсіріп беріп жіберем дейді. Срочный сауда дейді. Так что арзан баға алып қалсаңыздар болады. Назарларыңызға рахмет. Арнамызға тіркелуді ұмытпаңыздар.